Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жеңіл дайындалатын, маған ұнаған өте дәмді рогаликилардың тағы бір түріменен бөліскім келеді. Ең алдымен құрғақ ыдысқа електен өткізілген ұнды салып, ортасын қасықпенен ашамыз. Қант қосамыз және шетке алып қоямыз. Енді бір жұмыртқаны алып, оған шым-шым тұз қосамыз. Шанышқыменен жақсылап шайқап араластырамыз. Жұмыртқалы массаны қантқа қосамыз. Сұйық майды құйып, жұмыртқалы масса мен сұйық май және ішіндегі қант барлығы араласқанша осылай ұнымыздың ортасында араластырамыз. Барлығын бірге араластырмаймыз, тек қана осы сұйық массаны араластырамыз. Енді оны шетке алып қойып, айранымызды алып, оған қопсытқышты немесе соданы қоссаңыздар болады. Мен осы жерде қопсытқышты қостым. Осылай айранымыздың ішінде қопсытқышпен бірге араластырып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Біздің айранымыз осылай ақырындап көлемі ұлғайып көтеріледі. Айранды қолданбас бұрын, оны 2-3 сағат бұрын бөлме температурасында жылытып алуға кеңес беремін. Осылайша біздің айранымыздың көлемі жақсылап ұлғайып көтеріледі. Енді осы айранды жаңағы жұмыртқалы массаның үстіне ұнымызбен бірге салып, жақсылап қасықпенен ақырындап араластырып, қамырды жайлап илеуге кірісеміз. Алдыменен осылай қасықпенен араластырып, содан соң қиындаған уақытта қасықты тазалап, кейін қолымызбенен қамырды илеуге кірісеміз. Рецептке қажетті заттар мен олардың мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын, және сол жерде көрсетілген ұнның мөлшерінен артық көп ұнды қоспауға кеңес беремін. Осылайша біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге шамамен 15 минутқа тындырып қоямыз. Басты бетін жауып қоюларыңыз керек, беті құрғап қалмасын. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, оны жаюға кірісеміз. Қамырды теңдей етіп, 2 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлікті осылай қолымызбенен илеп, әр қамырды дөңгелек қалыпқа келтіреміз. Қамырды елеп, оны оқтаумен жаю үшін ешқандай артық ұнды қосудың қажеті жоқ, себебі біздің қамырымыздың құрамында май қосылғандықтан олмен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Ол қолымызға да, дастарханға да жабыспайды. Осылайша біздің қамырымызды дөңгелек қалыпқа келтіріп, бірдей қалыңдықта жайып аламыз. Шамамен қалыңдығы 2-3 мм құрайды. Тым қатты етіп жұқа жаюдың қажеті жоқ. Дөңгелек қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп, әр бөлікті өздеріңіздің қалауларыңызша кесіп аласыздар. Содан соң қалауларыңызша кез келген салманы қолдануға болады. Мен бұл жерде вареная сгущенканы қолдандым. Сіздер тосапты, алманы, сүзбені, кез келген затты, тіпті кептірілген жемістерді де қолдансаңыздар болады. Салмасын таңдап, оны салып болғаннан кейін қамырымыздың шетін осылай жоғарыға көтеріп, содан кейін шеттерінің барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп жабамыз. Себебі егер қатты жаппайтын болсаңыздар, вареная сгущенканы менің сияқты қолдансаңыздар, сіздердің салмаларыңыз ағып кетуі мүмкін, немесе тосапты қолданған кезде. Сол себептен шеттерінің барлығын мықтылап, жақсылап жабуға кеңес беремін. Ал басқа да салманың түрлерін қолданатын болсаңыздар, алма, сүзбе деген сияқты кептірілген жемістерді онда қатты басып жабудың қажеті жоқ. Айтпақшы, салмасына тіпті мармелад пен ирис конфеттерін де қолдансаңыздар болады. Олайды өте дәмді шығады. Осылайша барлық рогаликтерімізді қолымызбенен дөңгелетіп, осылай жасап шығамыз. Өте жеңіл дайындалады. Дайын болған рогаликтерді пергамент қағазы төселген формамызға осылай орналастырып, оны алдын ала қатты етіп қыздырылған пеште шамамен 160-180 градус аралығында 10-15 минуттай пісіреміз. Рогаликтеріміз піскен уақытта оның беті осылай әдемі болып сарғайып қоңырланады. Осы уақытта оны пештен шығарып, толықтай суытамыз. Суыған соң қант ұнтағымен сеуіп, қонақтарымызға ұсынып, тәтті шайымызды ішсек болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, жеңіл дайындалады. Құрамына ешқандай ашытқы қосылмайды. Қарапайым үйдегі бар ингредиенттерден дайындалады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап,
дайындаған болсаңыздар комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалай шыққандығы туралы бөлісіп жаза кетіңіздер. Себебі сіздердің пікірлеріңіз басқа да оқырмандарыма пайдасы тиіп қалуы мүмкін. Ал сіздермен бірге болған Гүлім. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.